Так, жарайды, енді аяқты жина да, сосын қайта берсем болады. То есть мен саған ақшаңды берем, мен қазір дайындап алайын ақшамды. Осы жолы осындай зарплата берем, өйткені жақсы жұмыс істеді бүгін. Міне сенің ақшаң. Рахмет. Андағы менюді өзіңмен алып кете бер, жарай ма? Маған керек емес ол. Және де үйден жасап үйрене бер, егер тамақ дұрыс жасай алмайтын болсаң. Вот, саған рахмет, өте жақсы қызметші екенсің, бірақ бір қателіктерің болды әрине, бірақ ол ештеме етпейді. Бара берсем болады. Мен қазір сабаққа кетем, жиналып өзім нетіп аламын ғой. Бара бер. Жақсы. Ол жақсы болды. Так, сенді киініп алайын бар. Так, сына төсекті өзім жинай салайын. Не болды? Енді мен мынаны кие салайын. Жоқ, күн жылы ғой. Жоқ. Мынаны бұл вообще. Жарайды, бір киіммен жүре берейінші. Вообще. Ой, кім звондап отыр тағы? Алло, қызым, қалайсың? Жақсы, мама. Алдыңғым үшін кешірім сұраймын сізден. Ой, ештеме етпейді. Жағдайың қалай? Аш жүрген жоқсың ба? Скоро біз ертең барамыз. Ертең барғанда енді жағдайыңды біліп бәрін нет келеміз. Жарайды, келіңіздер, мен қарсы емеспін. Мама, алдыңғым үшін кешірім сұраймын. Мен кішкене сондаймын ғой, енді білесіз ғой, кейбір кезде жақсы қызбын, кейбір кезде жаман қызбын, сондай болып қалатыным бар ғой. Жарайды, ол ештеме етпейді. Ондай болып тұрады. Так, болды. Осы планшетпен бір салайын. Кеттім. Ұйқым келіп тұр. Қиын болды ғой тура бүгін. Вот, таң атып кетіпті ғой, мен кеше жаман шаршап ұйықтап қалыппын ғой. Бүгін суббота ғой. Так, қызметшіні шақырайын звондап. Алло, айта беріңіз, келейін ба? Я, келші, тамақ бәрін жасап берші, бүгін суббота ғой. Бүгін как раз не жақсы жұмыс істейтін болсаң, одан да көп ақша беретін болам. Және де бүгін мама мен папа келеді, соған үйді жинап дұрыстап нету керек. Мама мен папа жағдайым бәрін біліп кетейін деп тұр да, просто. Соның бәрін жинап, үйді жинап, генеральный уборка жасау керек. Соған сен көмегің керек, сол үшін келші, мен бір жаққа барам. Мен сосын андай азық-түлік сондайлар алып келем. Ал сен пока что бәрін жасай бересің ғой, я? Жарайды, қазір келем. Қызметші алып қойғаным жақсы болды ғой, әйтпесе өзім жалғыз үлгере алмаушы едім. Негізі өзім жалғыз үлгеруге де болады, бірақ жақсы болды сонда да бәрібір. Бүгін наны кие саламын. Күтейін енді. Ол жақсы болды. Енді менің комнатамды, кухняны сылап реттей бересің ғой, я? Еще андай неде бар ғой, посудомойкаларды, солардың бәрін жуып тұр ғой, ана недеше, арнайы машинасында. Соның бәрін алып нету керек, әйтпесе олар сын қылады ғой. Анау любой кезде жұмыс істеп тұра береді ғой. Жарайды, сіз бара беріңіз, мен өзім істеп қоям. Я, мен азық-түлікке кеттім. Мен бәрін болдым. Жарайды, бәрін болсаң, қазір келеді. Сен кете берсен болады, сосын мен сені шақырам. Осы есік алдында ма, бір жерде жүрші, мен сені шақырам. Жарайды. О, қызым. Жақсысың ба, қалайсың? Қалайсың? Сен қатты сағынып кеттік қой. Жақсысың ба жалпы? Тұрып атқан үйінде күшті екен. Я, мама, өте күшті. Жүріңіздер, үстелдің үстіне жайғасыңыздар, мистерге өте күшті тағам дайындап қойдым. Мә, тамақ жасап үйреніпсің ғой әуелі. Жарайды, дәмін татып көрейік. Қызым өте дәмді болыпты. Жарайсың.
Шынымен де өте дәмді болатын сияқты. Енді ортадағы бір тамақты кім жейді? Мен жемеймін, сен жейсайшы. Жарайды. Бұл да өте дәмді. Енді өзіміз ғой. Жақсы қызым. Біздің кетуіміз керек, енді жұмысымыз бар дегендей. Жарайды, ыдыстарды столдың үстіне қоя салыңыздар, мен қазір аяққа сала саламын. Мә, сенде сондай бар ма? Менде ондай жоқ екен. Мә, күшті. Молодец, крутой боласың ғой, қалаға келіп. Жарайды, біз енді келесі жол тағы келеміз. Сол кезде бұдан да күшті қылып, бұдан да әдемі қылып жасауға тырыс, не сіздерге тамағым ұнамады ма не? Жоқ, ұнады әрине, бірақ та тұзы кішкене көп болып кетіпті, сол ғой. Бірақ абылай дәмді болыпты, кәдімгідей. Айта алмаймын дәмін. Иә, солай болды. Ешқандай тұз жоқ қой, сен неменеге айтып отырсың? Ренжітіп. Ханым, неғып көңіліңіз жоқ? Сенің кесірінен көңілім жоқ, конечно. Мен не істедім? Сен неменеге? Менің ата-анама ондай қатты жақсы көрмейтін тағам етін олар білдіртпеді вообще. Олар кәдімгідей аллергия бар ондай тамаққа. Мен өзім ұмытып қалғаным ғой даже. Екеуі білдіртпейді. Қазір құсып атқан шығар жолда даже. Ондай ротынды жемейді олар. Мен білмедім ғой енді. Сіздің менюңызға қарап жасадым. Ол менің менюіма қарамай-ақ қой. Мен өзімде бір саған айтпаған ақымақ екенмін. Жарайды, жинақ қойшы. Бүгін біздің үйде қоныш, пожалуйста. Бүгінге пока что қоныш. Жарайды, қонайын. Бірақ мен қай қаштамын? Менің қасыма жата саласың, ничего. Қожайынның қасына жата алмайсың ба? Болды, жатайықшы. Жарайды. Қой құрсын. Мен тұрып кетейін бірінші. Таксымен не жасасам болады уже. Ерініп кеттім кәдімгідей. Және де шаршап кеттім. Жұмыстан шығамын ба? Не істеймін? Мен негізі қызметші емеспін ғой. Бекер айттым, бірақ та тамақ жасау білемін хотя бы. Тамақ жасау білмесем бір жөн ғой. Осыны жасай салайыншы, әйтеуір шала-пала болса да. Такс. Болды, қазір ояту керек, ойбай. Сындырып ала жасадым ғой, сәл қалғанда. Ойбай, мапсы кетіпті ғой. Ханым, тұрыңыз, мен сізге таңғы жасап қойдым. Мен өзім білемін ғой, қашан тұрсам да ұйқым келіп тұр. Бүгін жексенбі емес пе? Ұйықтап алайыншы кішкене, итак кеше жаман шаршап қалдым. Жарайды, мен сізге тамақ жасап қойғанмын, және де менюңыздан қарап бәрін дұрыстап жасадым. Қазір тұрамын да жеймін. Ұйықтап алайыншы кішкене бір 5 минут. Жарайды. Ханым, неғып көңіл күйіңіз жоқ? Не болып қалды? Мен кешегін әлі ұмыта алмай отырмын. Ол кеше өтіп кетті ғой, неғып ұмытпайсыз? Енді мен мама папамның кәдімгідей жүрегі айнайды, білесің бе сен оны? 1-2 күн даже 1 жыл ауырады ғой сол тамақтың кесірінен. Ротының кесірінен. Мен қатты ренжітіп алдым. Білдіртпеді маған әрине. Қазір үйлерінде құсып атқан шығар. Тамақ ішкім келіп тұрған жоқ. Не көрінген соншама?
істедім, бар жазығым сол ғой енді. Менюдан қарадым, жақсы көреді деп ойладым ғой. Жұмыстан шығып кетейін ба, не істеймін, шығып кетейінші. Жалығып кеттім өзім, осы кісінің ұрысқанына әйтеуір. Жүрегім шыдамайды. Әрі шыдап жүрмін. Таксымен кеттім. Стоп, мен сені жібердім бе? Қай кетіп баратсың? Мен жұмыстан шығамын. Уже менің шыдамымда шегі бар. Мен сізге кәдімгідей шыдап жүрмін. Ұрысқаныңызға да шыдап жүрмін. Болды, мен өз-өзіммен жүре беремін. Менің и так та бала шағам бар. Сіз сияқты жалғыз емеспін. Кете бер, шырағым. Сенің алдыңғы тамағынан кейін 100 есе кете берсең болады. Бәрін өзім-ақ жасай алам. Бұларға жалынып жатырмын ба мен? Кете берсін, өзі білсін. Көрсетемін мен бұларға. Жап-жақсы жүріп ем. Ата-анамның жақсы көрмейтін тағамын жасап қойыпты ғой. Өзім де ескертпеген ақымақпын. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Әрине мен 5 күнге жоғалып кеттім, яғни 3 күнге жоғалып кеттім. Инстаграмға мүлдем шықпадым. Ал енді мен сіздерге қарауға да ұялып тұрмын. В общем-то, мен қызметшімді қуып жібердім, яғни қызметші жалдаған болатынмын. Неше түрлі өзгерістер болды, сондай болды, короче. Жалғыз болған қиын екен. Бір тауып алу керек. Өзінің қасына қызметші или андай-мұндай дос тауып алу керек екен. Ал мен болса жалғызбын. Мамам мен папам ол ренжіп жатыр ана жақта. Достарым жоқ, достарым барлығын ренжітіп алғанмын. Не қызметшім маған ренжіп қалды, мен мінезіме кім шыдайды өзі. Әйтеуір сондаймын. Білмеймін, өзгеру керек сияқты маған. Қалай ойлайсыздар? Ал достар, мен сериалым аяқталды. Енді 3-ші бөлімді 50 лайктан соң шығаратын боламын. Яғни 20 лайк, либо 10 лайктан асса шығаратын боламын. Сол үшін маған тіркеліп, лайк басып, және де колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал мен сериалым аяқталды. Сау болыңыздар.